Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері YouTube каналыма видео салмай кеткен болатынмын. Енді мен сіздерге мына доллар гүлімнің нәтижелерімен бөліскім келіп отыр, қыздар. Назарларыңызда мына қараңыздар, мына доллар гүлі, мына замиакулькас гүлі, және мына доллар гүлінің қара сорты равен, доллар равен. Бұл қара доллар деп аталынады. Маған көп сұрақтар келіп жатады, неге доллар гүлінің осындай стрелкасы неге әжімденіп кетеді деген сияқты сұрақтар келіп жатады. Соған жауап бергім келіп отыр. Бұл туралы мен Instagram парақшамда толығымен жауап берген болатынмын. Сол жақтан көріп өтіп көрсеңіздер де болады, қыздар. Ссылкасын мен описанияға қалдырып кететін боламын. Біріншіден, қыздар, бұл доллар гүлі суккулент сортына жататын болғандықтан суды ұната бермейді. Сол себепті көп адамдар бұны көп шөлдетіп алады. Бұл менің гүлім емес, тағы айтып өтейін, маған емдеп бер деп алып келген болатын. Сол туралы көрсеткім келіп отыр. Доллар гүлі суды жақсы көрмейді дегенді естіп алғанда су көп бермей қойған. Бұл суккулент сорты суды ұната бермейді, бірақ бір берген кезде өте көп тойдырып тұрып су беру керек, бірақ қатты шөлдету керек. Мына қатты шөлдеп қойған, мына қараңыздар. Суды көп құю керек.